Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Мемлекеттік тілде іс-қағаздар жүргізу пәні оқытушысы Ахметжанова Айнұр Ахметжанқызы. Сабағымыздың тақырыбы хабарландыру. Сабағымыздың мақсаты хабарландыру туралы түсінік беру, хабарландыру үлгілерімен таныстыра отырып, тәжірибелік жолмен ұғындыру. Құжаттарды сауатты, тыңғылықты және тапсырмаларды жедел орындауға дағдыландыру. Іс-қағаздарын қазақ тілінде жүргізе отырып, қазақ тілін сыйлай білуге тәрбиелеу. Хабарландыру белгілі бір іс-шара туралы хабар беретін іс-қағаздарының түрі. Хабарландырулармен теледидардан, радиодан, газет-журналдардан, ғаламтор желілерінен және хабарландыру тақталарынан танысамыз. Хабарландырудың негізгі мақсаты көпшілікке нақты бір мәліметті жеткізу. Ол мәліметтер әртүрлі болуы мүмкін. Мысалы, егер тұлға мүлікті сататын болса, онда сол хабарландыруда сол мүліктің нақты сипаттамасын жазу керек. Хабарландыру мәтіні қарапайым болғанмен де оның негізгі талаптары болады. Құжаттың аты, өткізілетін іс-шараның тақырыбы, өткізілетін іс-шараның мерзімі, күні, айы, жылы, сағаты көрсетіледі, өткізілетін іс-шараның мекен жайы және қай жерде өтетіні көрсетіледі, ең соңында іс-шараны ұйымдастырушы жазылады. Хабарландыру хабарландырылатын мәселенің мазмұнына қарай былай топтастырамыз. Бос қызмет орны туралы хабарландыру, мәжіліс, жиналыс туралы хабарландыру, мәдени шараларға байланысты хабарландыру, тендерге хабарландыру, жылжымайтын мүлікті және құнды заттарды сатуға байланысты хабарландыру және жалпылама хабарландыру. Хабарландыруларды жазған кезде міндетті түрде грамматикалық минимумдарды ескеруіміз қажет. Ауыспалы келершақтың А, Е, И жұрнақтары және есептік сан есім. Хабарландырулардың тұрақты орамдары мен терминдері. Бірлескен отырыс, кезекті отырыс, арнайы білімнің болуы, талаптар қойылады, қызметкерлер қабылдайтынын хабарлайды, заңын талқылау, шақырылу, қамтамасыз ету жөніндегі менеджер қажет. Тағы басқа. Бос қызмет орны туралы хабарландыруда ең бірінші қандай мекеме қызмет жариялайтыны, екінші қандай қызмет орнына жариялайтындығы, үміткерлерге қойылатын талап, конкурсқа қатысуға қажетті құжаттардың тізімі, конкурс мерзімі және мекен жайы көрсетілуі тиіс. Мысалы, ұлағат мекемесіне менеджер қызметінің орнына конкурс жариялайды. Конкурсқа 30-40 жасқа дейінгі азаматтар, білімі жоғары, қазақ, ағылшын тілдерін жетік меңгерген және компьютерде жұмыс істей алатын мамандар қатыса алады. Конкурс мерзімі 1 ай. Конкурсқа қатысу үшін мынандай құжаттар қажет. Төлқұжат көшірмесі, диплом көшірмесі, 4 фотосурет, өмірбаян, түйіндеме және жеке іс парағы. Ең соңында мына мекемеге хабарласыңыздар деп жазылады. Мысалы, Алматы қаласы, Әуезов көшесі, 17-ші үй, 14-ші кеңсе. Телефон номерлары көрсетіледі. Екінші, мәжіліс, жиналыс орындарына хабарландыру жазған кезде міндетті түрде күн тәртібі көрсетіледі. Мысалы, хабарландыру жолдың ортасына жазылады. Одан кейін барып, хабарландыруда мәтіні азат жолдан басталады. Хабарландыру 2020 жылы 16 маусымда сағат 11-де 14-ші кеңседе мәжіліс өткізіледі. Күн тәртібінде осы мәжілісте қаралатын мәселелер міндетті түрде жазылу қажет. Одан кейін мәдени іс-шараларға байланысты хабарландыруда онда міндетті түрде мәдени іс-шараның бағдарламасы көрсетіледі. Мысалы, 2020 жылы 8 мамырда Ұлы Отан соғысы ардагерлерімен кездесу өткізіледі. Ол бағдарламада бірінші
ректораттың сөзі, одан кейін Ұлы Отан соғысына қатысқан ардагерлердің естелік сөздері, үшінші көркем өнерпаздардың концерті көрсетіледі. Тендерге байланысты хабарландыруда ол жерге қатысатындардың шарттары көрсетіледі. Жылжымайтын мүлікті сату кезінде міндетті түрде, егер үй сатылатын болса, сол үйдің жалпы ауданы және әр бөлменің аудандары көрсетілуі тиіс. Ол үй қай жерде орналасқан, мекен жайы, толық ақпараттардың барлығы көрсетіледі. Тапсырма, бірінші тапсырма. Кафедра бөлімінде белгілі бір жағдайға байланысты іс-шара өткізіледі. Соған байланысты хабарландыру жазыңыздар. Екінші тапсырма. Қаланың мәдени орындарында өткізілетін концерт, қойылым және тағы басқа іс-шараларға байланысты хабарландыру жазыңыздар. Сұрақтар. Хабарландыру мен жарнаманың айырмашылығы қандай? Хабарландыруларда не жазылуы тиіс? Ал балалар, сабағымызды қорытындылай келе, хабарландыру дегеніміз белгілі бір іс-шараны көпшілікке нақты жеткізу. Үйге тапсырма. Әртүрлі жағдайларға байланысты хабарландыру жазыңыздар. Хабарландырудың тұрақты орамдары мен терминдерін пайдалана отырып сөйлем құрастырыңыздар. Сабақ түсінікті болса, тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.